Сөз Семей облысындағы Қазақстан Компартиясы Абай аудандық комитетінің бірінші секретары депутат Матаевқа беріледі. Слово предоставляется депутату Матаеву, первому секретарю Абайского райкома Компартии Казахстана Семипалатинской области. Депутат жолдастар, елімізде жүзеге асып келе жатқан қайта құру процесі бірден бір дұрыс жол екендігіне ешкімнің күмәні жоқ. Қазір қайта құру процесінің еркін қанат жайып, әлеуметтік экономикалық дамуды жеделдетуде мына тәртіп мәселесін нығайтудың қажеттігін Нұрсұлтан Әбішевич өте әдемі айтты. Қазір барлық билікті советтерге беру, кешегі тоқырау кезінде қорланып қалған проблемалар шешуді өз қолына советтердің алу жөнінен дұрыс бағыт ұсталып отыр. Осы орайда қадірменді Мақтай Рамазанов жолдас, советтердің беделін көтеруді менің пікірімше осы сессияның беделін көтеруден бастау керек деп есептеймін. Бізде формализм жойылған жоқ. Осылай жиналамыз, келеміз. Біз келгенде халықтың арасынан келдік. Халық өзінің көкейтесті, көңіліндегі арман мүдделерін бізге айтады. Осын жоғарғы үкімет органдарына жеткізу керегін тапсырады. Ал енді қараңыздар, бізге қарама-қарсы отырған осы мәселені тікелей шешетін көптеген министр жолдастар отыр. Соның жартысы, мен айтар едім сіздерге, қалғып шұлғып отыр, ғафу етіңіздер егер артық айтсам. Бірде-біреу бір мәселені түртіп алып отырған жоқ. Мен 10 жыл бойы сессияға қатысып келе жатырмын. Көп мәселе сол бетімен қалып қояды. Мұндай формализм жойылмаса, сессия өз мәзінде болмайды. Совет өзінің правасын қолдана алмайды деп есептеймін. Мен Абай ауданынан келдім. Бұл ең республикада қойлы аудан. 582 мың қой қалады бірінші январда. Қосымен есептегенде 1 миллионға таяу қой өседі. Биылғы жыл 102-ден қоз алдық, 352 мың қоз қосылды. Мен айтар едім, селодағы қарапайым шаруалар мен механизаторлар, шопандар қайта құруды алдымен түсініп белсенді қызмет жасап жатыр. Ал енді солардың көптеген шешілмеген мәселелері бар. Мен соны сіздердің орталарыңызға салғым келеді. Ең алдымен Нұрсұлтан Әбішевич, сіз өте тамаша айттыңыз. Одақ күшті болу үшін республика күшті болу керек. Бұл пікірді сіз түп қазық ұстап отырсыз. Дұрыс айтасыз. Қазақ республикасының маңдайында, әсіресе ауыл шаруашылығында мен айтар едім, ең алдымен мынау нан мен ет проблемасы болатын болса, осы екеуі біздің Қазақстанда бар. Біз мынау астықты миллиардтан қазір айырылып қалдық кейінгі жылдар. Сол сияқты ет дейтін болсақ, ет жасайтын қой шаруашылық республикада одақ көлемінде шешуші рөл атқарады. Сондықтан да шопан мен диқанды алақанды ұстауымыз керек. Мен айтар едім, мынау шопандық кәсіптің қадір қасиетін жоғарылата түсу қажет деп есептеймін. Елсіз далада жылдар бойы қысы-жазы ұйқысыз, күлкісіз қоғам малының қамышын, ден саулығын, семьясының болашағын талақ етіп, қайыстай қатып, қабақшытпай еңбек ететін шопан ғана. Шопанның тозаққа бергісіз ауыр еңбегін, оның тұрмысын, тыныс тіршілігін жеңілдету бүгінгі күні ұлттық, халықтық проблема деңгейіне көтерілу керек деп есептеймін. Қой бағатын қазақ қана, қойшылық өмірдің тақсіретін тартып отырған қазақтар ғана. Енді оның тағдырын, оның мәселесін кім шешу керек? Біз осыны басты мәселе етіп ұстауымыз керек. Мен осылай айтар едім, шопандар қауымы мына ауыл шаруашылығының ғалымдарына наразы. Қой бордақлау, қой қырқу, қой тоғыту, қораның қиын тазалап шығару, тағысын тағы жұмыстар әлі күнге шейін шопанның қолымен атқарылады. Ғылыми техникалық прогрестің игілігін шопан қай уақытта көреді? Әлемдік технология жаңалығын игеріп, өндіріске енгізумен ғалымдар неге шұғылданбайды? Қой малының тұқымын асылдандыру, өнімнің сапасын жақсарту мәселелері бұдан 30 жыл бұрынғы, 40 жыл бұрынғы деңгейде. Жылдар бойы малдауылда сарылып тәжірибе жасау арқылы өзін де ғылымды да дүниежүзіне танытқан, мысалы Бальмонт сияқты, Ермеков сияқты, Элемант сияқты ғалымдар қайда? Аттарын білмейміз біз. Бұл сұрақтарды малшы ауылдың шопандарының атынан бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы академиясының шығыс бөлімінің бастығы қадірменді Қилыбай Сөніп жолдасызға арнаймыз. Сондай-ақ нағыз ащы термен бейнетпен келетін қой етінің құны мейлінше төмендеп кетті. Абай ауданының шопандары соңғы жылда мемлекетке 4,5 мың тонна ет тапсырды. Уважаемый Эрик жолдас Гукасов жолдас, это каким трудом действительно достается? 4500 тонн за 3 года пятилетки сдали от всего Абайского района сверхплана. Если, как об этом говорят, если это мясо были приняты валютой, это, безусловно, заинтересовало бы и наши чабаны, наши овцеводы намного увеличили бы наши производственные задачи мясогосударства. Пайданың молайы селоның әлеуметтік бейнесін өзгертіп, қалаға қашып жатқан село тұрғындарын тұрақтандыруға да көмектеседі. Селода тұрғын үй салғысы келетіндерге суды босату әлі шешілген жоқ.
Шопандар ақшасыз емес, табысы бар. Бірақ олар осы қаржылық сатып ала алмай отыр, сатып алатын товар жоқ. Олар жеңіл автомашина, автомобильдің доңғалақтарына зәру. Соңғы кезде шопандар қаладан 18-20 мың сомға үй сатып алып, күш қайраты бар балаларын қалаға орналастырып, ауылда кәрі құртаңдар ғана қалып отыр. Ал енді осылай бола берсе, таяу жылдарда селода мал бағатын кісі де қалмайды. Ауданда жарты ғасыр бойы әулетімен еңбек етіп, үздік көрсеткіштің иегері болған нағыз саңлақ шопандар көптеп саналады. Соңғы 40 жылда бір-ақ адам сәттелістік еңбек атағы не болды? Оның өзі екінші топтағы мүгедек. Нағыз ер шопан осындай болады деп пионерлерге көрсету үшін, кездесу өткізу үшін ауданда бір батыр жоқ. Мен айтар едім, еңбек адамдарын наградтауға жасалған мына әлгі шектеуге біз сонша наразымыз. Халық депутаттарының бірінші съезінде 417 депутаттың бүкіл елдің назарын селоға, деревняға аудару, селоны қалалық дәрежеге көтеру жөніндегі ашына айтылған үндеуі әлі күнге шейін қолдау таппай отыр. Ойлы аудандардың мұқтажын шешумен Астанадағы кейбір министрліктер мүлдем шұғылданбайды. Мысалы, біздің ауданда 3,5 миллион гектар жер бар. Вот наш район расположен на территории 3,5 миллиона гектаров. Это район расположен на пустынной и полупустынной зоне Казахстана. Климат резко континентальный, 40 градусов мороза, годам месяцами стоят. Часто повторяются такие гололедные явления. Летом жара, воды нету, сенокосных угодий совершенно отсутствует. А Министерство водного хозяйства и мелиорации во главе с товарищем Гончаровым боятся появиться в таких засушливых районах. Они не решают вопросы. Вот как раз у нас проблемы кормовой базы. У нас работает 1500 полотен, товарищи. 1500 полотен. Сгребают цены с урожайностью 1,5-2 цента с гектара. Это какое бедствие, понимаете? До 1 октября мы скашиваем сено. Но кто должен решать кормовую базу? Нет воды, нет орошаемых площадей. А вот автобазы жоқ. Автобазы жоқ. Это самый отдаленный глубинный район. Расположен далеко от областного центра, от железнодорожной станции. На расстоянии 180-200 километров, до 300 километров. Вот доставка всех стройматериалов, продукции, а также вот отправка, значит, скота, особенно ягнят текущего годорождения, для нас это стихийное бедствие, потому что нет автобазы. Даже Центральный комитет Компартии Казахстана в 1985 году принял специальное постановление именно решить в Абайском районе, создать автобазу. Вот когда в 1987 году товарищ Томашев стал министром, он самолично отменил это постановление бюро ЦК и изъял 300 тысяч рублей, которые были предусмотрены на строительство автобазы. Это, считаю, совершенно бюрократизм настоящий. Дальше. В 1986 году с этой трибуны в докладе докладчика было, значит, высказано, это 4 июля 1986 года, село Караул Абайского района будет построено, значит, аэропорт, целый комплекс. Народ был обнародован, очень радовались. 3 года прошли уже, никакого аэропорта. Это, наверное, единственный район в республике, который без аэропорта. Дальше. Абай аудандарын шопандары электр жағына зәру. Это более половины чабанов без электричества. Вот в республике и в Союзе, кому не лень, слушайте, пользуются электрической энергией, но чабану не положено. Это единственный нищий человек, который пасет овец и производит мясо, ему не положена электроэнергия. Непонятно просто. Как будем решать продовольственное обеспечение, слушайте? Мясо, хлеб. Шалғайда қойлы ауылдың көкейтесін мұқтаждарын шешуге мән бермей отырған министрліктер мен ведомство басшыларының мұндай әкімгерлік әрекетін біз тәртіпсіздік ретінде бағалаймыз. Абай ауданы Ұлабайдың, Данышпан Мұхтардың, Ғұлама Шәкәрімнің туған жері, яғни өзін қазақпын деген әр азамат үшін ең қымбат, ең қасиетті өлке деп есептейміз. Алайда осы жерде соңғы 40 жыл бойы ядролық жарылыстың сынақтан өту жүріп жатыр. Тіршілік атаулығы аса қатерлі бұл жарылыс алғашқы 14 жыл бойы жердің бетінде жүрді. Жарылыс кезінде тараған радиацияның кесірінен қазір полигонға жақын орналасқан Семей, Павлодар, Қарағанды, Алтай өлкесінің халқы тарта бастады. Осы регионда жаппай ауру меңдеп өмір қысқара түсуде. Абай ауданында қатерлі ісікпен, аққанмен, анемиямен, көз шел қаптаумен, жүрекпен қан тамыр, тері, жүйке ауруларымен ауыратындар, өлетіндер көбейіп бара жатыр. Қатерлі ісікке шалдықпаған семья кем деген. Бір семьяда 4-5 адамның өлгендері бар. Соңғы 10 жылда адамдардың психикасына әсер еткен соншалық, біздің ауданнан ғана алақандай 27 мың халқы бар, 104 адам асылып өлді. Полигонға жақын орналасқан Тельман атындағы совхозда 22 жас жігіт, ешқандай неден көрмеген, өмір оның ата-баба сарақ ішіп көрмеген, асылып өлді. Қайнар совхозында 35 адам ақли сауысып кетті. Ал енді бала көтеретін 5500 әйелдің 80% анемиямен ауырады.
Балалардың өлімі жиіледі. Биылғы июнь айында туған 70 баланың 11 кемтар болып туды. 2 басты бала, бүйрегі жоқ, қолы жоқ, есалаң балалар туа бастады. Қазір сынақ жер астында жүріп жатыр. Яғни қасиетті Семей өңірі бұл күндері қатерлі газдың қоймасына айналуда. Өзінің қуатын 2000 жылдар бойы жоғалтпайтын плутоний газы бір күн жердің бетіне шығып бүкіл әлем жоқ қылмасына кімнің кепілі бар? Биылғы 12 февраль күнгі жарылыста улы газ жер бетіне шығып та кетті. Халық арасында қазір жаппай үрей басталды. Мен еш нәрсені қойлатып айтып отырған жоқ, жолдастар. 40 жыл бойы бұл ащы шындық халықтан жасырылып келді. Киелі топырақ, қазақтың ясная полянасы, жер үйегі абай елі, абай жері осындай күлге айналып, ойран болып апатқа ұшырауда. Таяуда Семей қаласында өткен 3 күндік аймақтық ғылыми практикалық конференцияда ғалымдар, мамандар, қарапайым еңбек адамдары күңіреніп айтты, ашу ызамен айыптады. Семейдегі полигонды жауып, ядролық сынақты дереу тоқтату туралы бір кісідей қарар қабылдады. Қымбатты депутат жолдастар, бүгінгі сессия осы конференцияның қарарын жақтап арнайы шешім қабылдаса дейміз. Мен ел атынан ядролық жарылыстың құрбаны болудан қазақ жерін тазартуды талап етемін. Қазақ өкіметі тормаңда елдің тағдырын ойлап, өз жерінде ядролық жарылысты дереу тоқтату жөніндегі халық тілегін орындауға барлық күш-жігерін жұмсайды деп сенемін. Халық тағдырын одан әрі тәлкекке салуға болмас. Енді шопандар забастовка жасасын демесек, ядролық жарылысты басқа жерге әкету керек. Қазақ елі көпұлтты совет одағындағы ең бай елдің бірі. Бүгін қайта құру талабын орай, халқымыз бір ауыздан сайлаған бірінші басшымыз Нұрсұлтан Әбішевич республикамыздың өз байлығына иелік жасап, оның одан әрі өркендеуіне білгірлікпен кірісіп кетті. Ел болып қолдайық, жолдастар. Алақандай қазақ елі 300-ге бөлініп алып, ырың-жырың алтыбақан алауыз болудан арылайық. Осы алауыздықтың кеселінен, табиғатымыздан, дәстүрімізден, әдет-ғұрпымыздан, дінімізден, тілімізден жұрдай болып қоямыз. Ащы да болса мұның бәрі мәдениетіміздің төмендігінен деп бағалану керек. Қазір мәдениет цивилизациядан ауылға, деревняға ауыса бастады демекшімін. Правнук великого Толстого Никита Ильич, который работает в Академии наук Союза СССР, недавно писал, что такое цивилизация. Цивилизация, говорит, это есть ватер-клозет. Это в переводе с английского на русский означает, это уборная с приспособлением для промывки унитаза. На самом деле, что дает нам цивилизация? Это жестокость, это насилие, это грабеж, это убийство, это проституция, это наркомания. Если хотите, это СПИД появился. Не дай бог такая цивилизация пришла в нашу деревню. Это настоящая атрофия нравственности. А что такое культура? Культура это из деревни, если хотите. Войти в дом, снять шапку, перекреститься, поклониться и ясно понять, что такое зло, что такое добро. А что у нас как получается? Как деревня, значит, там отсталость, там невежество, понимаете, там дикость и так далее. Ничего подобного. Мен осыған орай айтар едім, мынау тарихи дәстүрді, мәдениет, әдебиет мұраларын қайта түлетуді бүгінгі күннің мәселесі деп есептейміз. Ұлттық мәдениетіміздің рухын көтеруді ол абайды уағыздаудан, даттаудан, қадірлеп құрметтеуден бастауымыз керек. Ақынның 150 жылдық юбилейі таяп келеді. Осы айтулы датаға шейін ұлы абайдың басына ұрпақ тәрбиесіне мұра болатындай соңғы архитектуралық үлгіде жасалған мавзолей салыну керек. Абай жері Жидебайды мемлекеттік әдебиет және табиғат музейі қорына айналдыру сол шешу керек. Ондағы ақынның музей жанынан ғылыми зерттеу бөлімін ашу, Абайдың өскен ортасын, оның дәрін шәкіртті, Ақылбайдың, Мағауияның, Турағұлдың, Көкбайдың, Мұқаның, Әлмағаметтің, Уәйістің, Әсеттің, Төленің, Сапарғалидың, Шәкірдің, тағысын тағы Әміренің, Әріптің, осылардың өмірін, творчествосын зерттеп, төлді жарыққа шығару жедел қолға алыну керек. Ұлы Абайды басқа ұлттар толық танып білген жоқ. Абай туындылар нағыз ойшыл, кәмәнгер, философ қалпында өз нақышымен орыс тіліне аударылған жоқ. Пушкин, Лермонтов, Гёте, Байрондарды терең түсініп, өз дәрежесінде Абайдың өзі аударғандай аударатын аудармашылар шығару керек. Абай туралы үлкен полотно құрылған көп сериал телефильм шығару керек. Сталиндік репрессияның, ел ішіндегі надандықтың жазықсыз құрбаны болған ойшыл кәмәнгер ақын Шәкәрімнің мүсінін жасату, халықтың сұрауы бойынша оның туып өскен жері Бірлік Сақпан Шәкәрімнің атын беру, аудан орталығына ақынның ескерткішін орнату, Шәкәрімнің қолжазба түрінде сақталған 12 томдық еңбегін түгел жарыққа шығару, бұл бірінші міндет болу керек. Бізде ұлтымыздың, халқымыздың намысына абырой беделіне айналған дарынды талант иелері баршылық. Тек соларды көз тірісінде бағалау жетіспейді. Өз қолымызбен ұстап беріп, атқызып, асқызып өлтіріп алып, Сәкені май, Бейімбеті май, Ілиясы май деп, қанды жасты жалған ағызып, күңіренген боламыз.
Кешегі шәкәрім Мағжан Ахмет Жүсіпбектер де осындай сұртиялықтың, екіжүзділіктің құрбаны болды емес пе? 30 жасында адамға табын жерендегі поэмасымен әлемдік дүниеге көтерілген Олжас Сүлейменовтің өзін күншілдіктің, бақталастықтың талақ ете жаздадық емес пе? Мұндай парықсыздықтан арылу керек, талантқа жол берейік, аяғынан шалып шылбырына жармаспайық, ел қамын жеп еңіреп жүргендерге еркіндік берейік. Жүздеген жылдар өтсе де халықтың көкірегінде сап алтындай сақталған, халықтың ән би музыка өнерін дәріптеу тарату жетімсіз, домбыра дәстүр жоғала бастады. Халық композиторлар Біржанның, Естайдың, Құрманғазының, Динаның, Дәулеткерейдің, Хақан Серінің, Жаяу Мұсаның, Мәдидің, Ыбырайдың, Тәттімбеттің, Қазанғаптың жан күйеңді шымырлатып, бойыңды балқып тебірендіретін нәзік сезімді әуендерін кейінгі жастар біле бермейді. Ақиық асқақ әншілер, Жүсіпбектер, Манарбектер, Ғарифолла, Кенен Нартай, Қалилар насихатталмай, уақыт жағының астында көміліп барады. Зиялыларымызды қайта тірілтейік, әрқайсысының басына ескерткіш орнатайық. Алақандай Арменияда 4000 памятник бар, Қазақстанда 400-ден аспайтын шығар. Дүние молайып, баршылық жайлаған сайын, қатыгездік, мейірімсіздік кеулеп барады. Ұлтымыздың маңдайына біткен ізгілік, ізеттілік, сыпайылық, қайырымдылық, қонақжайлық сияқты асыл қасиеттер